Ассалаумағалейкем. Қарап отырсақ байқайсыздар ма? Өмірдің ең шындығы бар ғой. Болашақ белгісіз, дұрыс па? 5 минуттан кейін не болатынын білмейміз деп өздеріңіз айтасыздар. Байқайсыздар ма? Барлығымыз осы сөз айтамыз, бірақ осы сөзге өзіміз сенбейміз. Сеніңіздер, ол шын ол. Енді қарап отырсақ, қазіргі үйдегі жан жарларымыз, адал жарымыз бар. Жеңгелеріміз, жұбайларымыз, жолдастарымыз бар. Соған біз неке көңіл бөлмей жатамыз, байқайсыздар ма? Барлық махаббаттарыңыз, көңілді қазір беріп қалыңыз кәдімгідей. Ол қай кезде күтіп жүрсіз, қартайғанда ма? Ол сәтте келеді, бірақ қазіргідей болмайды да. Сол себептен барлық жылы лебіздеріңізді, барлық махаббаттарын қазір төгіңіздер деген сияқты ғой. Өйткені сіздердің пазылдарыңыз бүтін да қазір. Өйткені қанша жерден бала шағаңыз, келіндеріңіз ас үстінен түсіп, қандай керемет жағдай жасап жатса да, бірақ бір-бірлеріңіздің орындарын толтыра алмайды ешқандай. Былай қарап отырсаңыз, бір-бірлеріңіз екі ерлі-зайыптылар болған, бір-біріне ғана керек. Басқа ешкімге керек емес. Қарап отырсаң, сөздің расы керек. Түсініп отырсыздар ма? Өйткені анау неке болашақтан қор қызды іздеп жүре бермеңіз, анау неке. Міне сіздердің қор қыздарыңыз, міне осы қастарыңыздағы адал жарларыңыз, үйлеріңіздегі қыздарыңыз, аналарыңыз, әпкелеріңіз, міне осылар қор қыздар. Түсініп отырсыздар ма? Сол себептен осындай дүние айтқым келіп тұр енді. Сол Раббым жар болсын.